Бізде келесі сабақ бұл Тони программасымен бұл жерде сіздерге жеке түсіндіріп кетпек болдым. Себебі осы программаны да қолдансаңыздар болады, немесе Pythonның өзінің программасында қолдансаңыздар болады. Бірақ та бұл жерде осы программада кішкене жазу және де программаны көру түсінікті. Сол себепті осы программамен кішкене тоқталып кетсем деп едім. Мысалға, бізде программаны ашқан кезде сіздерде ешқандай операция орындалмайды. Мен бірінші, екінші сабақта көрсеткен мысалға бір қарапайым логикалық амалдарды жасап көрейік. Айнымалар арқылы мысалы А тең болады жаңағы сияқты 5, Б тең болады бізде 6 және print, яғни print А қосу Б. А қосу Б. Енді қараңыздар, бізде Pythonда ол екі бет болатын, жеке-жеке екі программа, біреуінен жасайсың, екіншісіне шығады, кішкене ыңғайсыздау болған. Ал бұл жерде тек қана бізде программаны запускать етеміз. Яғни программа 11 деп шығарып беріп тұр. Яғни бірден астынан. Бұл бұрынғы бізде Python программалау тілі, Pascal программалау тілі сияқты. Көріп тұрғандарыңызда бұл жерде қарапайым программалар сияқты, файл, правка, вид деген сияқты орындалады. Мысалы, программаны запускать еткенде F5 батырмасын бассаңыздар болады. Дәл сол сияқты программалар орындалады. Бірақ та бұл жерде жаңа айтып кеткенімде, Python программасынан қарағанда бірінші беті бұл үстіңгі жағы жаңа орындаймыз, астынан бірден нәтижесін көрсетіп тұрады. Яғни осы жағынан кішкене ыңғайлау. Бұл жерде выполнить инструменты помощь дейді. Жасыл батырманы бассаңыздар, бұл бізде запустить батырмасы немесе F5 батырмасы. Көбінесе F5 батырмасына жұмыс жасаған кезде F5 батырмасы арқылы программаны іске қосып үйренгендеріңіз дұрыс болады. Келесі сабағымыз Python программасын уже синтаксисімен толығымен танысып кетеміз.